Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлнұр. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай французша ет, яғни мясо по-французски тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы құраммен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен майонез және де майсыз фарш, сонымен қатар қызанақ, пияз және де картоп қажет болады. Ең алдымен біз пиязымызды майдалап турап аламыз. Келесі кезекте дәл видеода көріп отырғандарыңыздай картопымыз бен қызанағымызды да осылай домалақ тәріздес етіп турап аламыз. Асты жабысып қалмасы үшін міндетті түрде ыдысымызға шамалы май құйып, осылай жан жағына және де төменгі бөлігіне майымызды жағып, осылай майлап алатын боламыз. Одан кейін алдын ала турап алған картопымызды ыдысымызға төсеп шығамыз. Дәміне қарай шамалы тұз сепсеңіздер де болады. Осы ретпен картопымыздың үстіне өз қалауларыңызша майонез жағып аласыздар. Осылай рет-ретмен қоя отыра, келесі кезекте картошкамыздың бетіне алдын ала дайындап алған фаршымызды қойып шығамыз. Дәміне қарай шамалы бұрыш сепсеңіздер де өте керемет дәм береді. Келесі кезекте майонезімізді жағып, оның үстіне майдалап туралған пиязымызды төсеп шығамыз. Дәл осы тағамға пиязды көбірек қолдансаңыздар, біздің тағамыз өте керемет болып шығады. Дәл осы тағамның толық құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Келесі кезекте осылай картопымызды қойып, шамалы тұз сеуіп, қайтадан майонезімізді жағып, алдын ала турап алған қызанағымызды осылай төсеп шығамыз. Егер арнамда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде төменгі бөліктегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін бетіне фольгамызды жауып, 200 градуста 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Дайын болған тағамымыздың үстіне алдын ала үккіштен өткізілген сырымызды төсеп, қайтадан 2 немесе 3 минут көлемінде пешімізге салып аламыз. Міне біздің өте ерекше тағамдарымыздың бірі французша ет тағамы дайын. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.